сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай 4-5 жастағы мүмкіндігі шектеулі ерекше балаларға арналған тапсырма жасадым. Бұл тапсырма виртуалды орманға саяхат. Бұл орманның барлық аумағын 360 градуста айналдырып көруге болады. Мұнда қош келдіңіздер балалар деп жазылып тұр. Мұнда тапсырма жануарлардың атын айту керек. Яғни мүмкіндігі шектеулі балалар жаңағы күрделі тапсырмаларда орындай алмайды, сондықтан осындай жеңілдеу етіп тапсырма жасадым. Осы виртуалды орманнан бөлек балаларға карточка беріледі, яғни карточкада жануарлардың азығы бейнеленген. Оқушылар осы ормандағы жануарлардың атын атай отырып, және карточкадан жануарлардың азығын табу керек. Міне мұнда жануарлардың барлығы как живой сияқты қимылдап көрініп тұр. Балаларға өте қызықты болады. Сондықтан осындай форматта балаларға тапсырма берсеңіздер болады. Осындай тапсырма балалардың қызығушылығын арттырып, және міне осылай орманда жол берілген, жолдың бойымен осылай жүрсек, бізде орманда әртүрлі жануарлар шығады. Және бізде орманда әдемі үлкен кемпірқосақ бейнеленген. Бұл кемпірқосақта орманның көркін ашып тұр. Осылай орманның шетімен жүре берсек, киік, еліктер шығады. Жан-жақтың барлығы ағашқа толы, және құстар да ұшып жүр. Орманның барлық аумағын осылай 360 градуста аралауға болады. Мұны біз соткамен де қарауымызға болады, не болмаса компьютермен интерактивті тақтадан да көрсетуімізге болады.